Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Сіздер қазақ кино арнасындасыз. Бүгін мен Гонконгта түсірілген қытайлық аспаздық драма Cook Up a Storm фильмін түсіндіріп беремін. Фильм Гонконгтағы Спринг Авеню көшесінде орналасқан әйгілі 7 мейрамханасы туралы баяндайды. Бұл жердің дарынды бас аспазы оңтүстік стиліндегі тағамдарға шебер Скайко 30 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан мейрамхана мен оның аспазы жайлы телебағдарлама түсіріледі. Скай онсыз да Спринг Авенюдегі ең үздік аспаз атанса да, ұлттық телеарнада өз өнерін көрсетеді. Сонымен қатар, оның досы Юни де таныстырылады. Ол мейрамхананың қаржылық істерін басқарады. Скай тағам сапасына және клиенттерге көрсетілетін қызмет уақытына өте талапшыл. Сол себепті мейрамхана үнемі лық толы. Сыртта кезекте жиі болады. Бір күні кезекті бұзып, дөрекі бір клиент кіріп келеді. Скай оны қызмет көрсетуден бас тартады. Тіпті әлгі адам өзінің байлығы мен билігін айтып мақтанса да. Кетерінде ол кішкентай мейрамхананы келемеждеп, қожайына қарсы бетке әлемдік деңгейдегі аспазды шақырып, 3 жұлдызды мейрамхана ашатынын айтады. Бұл сөз Юниді қорқытқанымен, ол мұны бос қорқыту деп ойлайды. Осы уақытта Францияда патша мен патшайым жаңа туған ұлдарының құрметіне үлкен бал ұйымдастырады. Қонақтарға ас дайындау үшін әлемдік деңгейдегі аспаз шақырылады. Бұл Паул Ан. Паул Францияда білім алған Мичелин жұлдызды Корея аспазы. Ол бір ғана стильмен шектелмейді. Әртүрлі елдердің асханасын араластырып, тың әрі ерекше тағамдар жасауды ұнатады. Ол патшайымға сырттай қызыл жұмыртқаға ұқсайтын, бірақ іші манго пюресі мен кокосқа толы десерт ұсынады. Тағам жаңа туған сәбиге арналған қызыл жұмыртқа дәстүрінен шабыттанған. Дәмі мен мағынасы патша отбасының көңілінен шығып, олар Паулдың шеберлігіне тәнті болады. Сәтті өткен кештен кейін Паул мен оның көмекшісі Мао өздері жұмыс істейтін мейрамханаға оралады. Ұжым оларды қуана қарсы алып, жетістіктерімен құттықтайды. Мейрамхана иесі Паулды бүкіл Арт-Нови желісінің атқарушы бас аспазы қызметіне көтеретін жариялайды. Бұл үлкен жетістік. Алайда Паул күтпеген жерден ұсыныстан бас тартады. Ол Азияға оралып, биік мақсаттарға ұмтылғысы келеді. Қытайлық кәсіпкер оны жаңа 3 жұлдызды мейрамхана ашуға шақырған. Ұжым оның шешімін қолдап, сәт сапар тілейді. Спринг Авеню қайта оралсақ, Скайдың тұрақты клиенті жаңа мейрамхана жайлы қауесеттің рас екенін айтады. Бұл жаңалық Скай үшін екі ұшты сезім тудырады. Бір жағынан көшенің дамығанын қалайды. Екінші жағынан бәсеке күшейіп, клиент азаюы мүмкін. Скай 10 жасында әкесінен көп қорлық көрген. Әкесі оны аспаздыққа қабілетсіз деп ұрып соғып, ақырында әкелік міндетін тастап, мансабын таңдаған. Тіпті бір тостаған кеспені дұрыс жасай алмағаны үшін кетіп қалған. Содан бері оған 7 ағай қамқор болып, бар білгенін үйретеді. Әкесінен көрмеген жылулықты сол кісіден табады. 20 жылдан астам уақыт ішінде Скай әкесімен кездеспеген және татуласуды да ойламайды. Келесі күні Паул Гонконгқа келіп, базардан үлкен группер балығын іздейді. Сатушыда бір ғана балық қалады. Оны Скайге сатпақ болады. Себебі ол жақсырақ пісіреді деп сенеді. Паул бұған қарсы шығып, сатушының бейтарап болуын талап етеді. Ақыры сатушы балықты екіге бөліп екеуіне де береді. Бірнеше аптадан кейін Seven мейрамханасының қарсы алдында Stellar атты 3 жұлдызды мейрамхана ашылады. Ли Management Group төрағасы мен менеджері алғашқы қонақ болып келеді. Сол уақытта Seven ұжымы түрлі жеңілдіктер жариялап жатады. Stellar күзетшілері кедергі келтіргенде жанжал туады. Паул мен қонақтар сыртқа шығып жағдайды көреді. Әңгіме қыза түскенде Майо кім мықты екенін анықтау үшін аспаздық жарысы өткізуді ұсынады. Скай мен Паул базардағы кездесуден бері бір-бірін таниды және сынақты қабылдайды. Олар балық тураудан жарысады. Паул алдымен шығып, балықтың қылтандарын лезде сылып тастайды. Одан кейін Скай сол балықты 1 минутқа жетпей мінсіз бөліктерге бөліп шығады. Көпшілік қол соғады. Тіпті Паулда таңданысын жасыра алмайды. Ли Гроуп төрағасы нәтижені бейтарап түрде жариялап, нақты жеңімпаз International Chef Challenge байқауында анықталатынын айтады. Сонымен қатар, ол Спринг Авеню ауданын толық бұзып, заманауи кешен салуды жоспарлап отырғанын мәлімдейді. Егер Скай жеңсе, ол тарихи ауданды сақтап қалады. Ал Паул жеңсе, жаңғырту жоспары іске асады. Бүкіл ауданның тағдыры Скайдың қолында.
Ол қысым сезінсе де, бар күшін салуға бел буады. Бірақ келесі күндері Seven мейрамханасындағы клиент саны азая бастайды. Юни алаңдайды. Алайда оны Скай сабырға шақырады. Ол эскарго мен дала ұлуын мысалға келтіріп, әрқашан әртүрлі талғамдағы адамдар болатынын айтады. Олар Стеллардан асып түсу үшін өз стилін өзгертпеуі керек. Себебі өз тағамдарын жақсы көретін тұрақты клиенттер әрдайым табылады. Келесі күні Скай базарға барғанда балық сапалы балықты Стеллар мейрамханасы сатып алып қойғанын біліп, көңілі түседі. Бұл күн Seven мейрамханасының ұжымы үшін сәтсіз өтеді. Алайда көп ұзамай Скайдың аспаздық байқауға іріктелгені белгілі болады. Енді ол жартылай финал жолдамасы үшін Паулға қарсы шығады. Сонымен қатар жеңімпаз 2 дүркін чемпион Mountain Комен кездесетіні хабарланады. Скай әкесінің армандаған жетістікке жеткенін көріп, қатты таңғалады. Бұл оны финалға шығып, әкесімен бетпе-бет келуге бұрынғыдан да жігерлендіреді. Сол түні Seven сапардан оралып, Скайды папқа шақырады. Скай қуанып жетіп барса, әкесін Uncle Seven мен бірге көреді. Mountain еш бүкпесіз Скайге әлі де сенбейтінін және мансабын таңдап, оны тастап кеткеніне өкінбейтінін айтады. Бұл сөздер Скай үшін ең ауыр соққы болады. Бірақ ол жан жарасын ашумен жасырып, байқауда жеңіп, жақсы аспаз болу үшін жаман адам болу шарт емес екенін дәлелдеуге уәде береді. Аспаздық дуэль күні қатысушыларға өз таңдауы бойынша тағам дайындауға 90 минут беріледі. Скай дәстүрлі тұзға көміп пісірілген үйрек әзірлесе, Паул фуа-гра сорбесін жасайды. 90 минут бойы екеуі де шеберліктерін көрсетеді. Скай үйректің ішін еш қиындықсыз тазалап, көпшілікті таңғалдырса, соңында тұз қабатын бұзып, ішіне көкөніс салынған мінсіз піскен үйректі ұсынады. Қазылар Скайдың тағамына ерекше тәнті болады. Дауыс беру кезінде Паул 3-9 және 1-10 алып, 37 ұпай жинайды. Скай алғашқы 2 қазыдан 10 алады, үшіншісі 9 береді, ал соңғысы 8 қояды. Ұпай тең болғандықтан бас қазы шешімді өзі қабылдап, безендірілуі әсерлі болғаны үшін жеңісті Паулға береді. Алайда бұл жеңіс Паул үшін қуаныш әкелмейді. Мейрамхана менеджері финалда оны емес, Майоны шығарғысы келетінін айтады. Себебі әйел аспаз медиа үшін тартымдырақ деп санайды. Паул қарсылық білдіргенде, Майо оның әлсіз тұсын ашады. Ол кейбір дәмдерді, әсіресе тұздың мөлшерін толық сезе алмайды. Соңғайларда ол тек рецептері жазылған дәптерге сүйеніп пісіріп жүрген. Майо тіпті Паулмен достықты да шынайы қаламағанын, тек одан асып түсу үшін қасында болғанын мойындайды. Сатқындыққа ұшыраған Паул мейрамханадан кетіп қалады. Сол түні Скай оны стадион алдында мас күйінде кездестіреді. Бір сәтке бәсекені ұмытып, екеуі сыр бөліседі. Паул әкесінің атақты аспаз болғанын және оның соңғы тілегі ұлының өзі сияқты болуын қалағанын айтады. Скай да өз әкесімен арадағы ауыр қарым-қатынасты баяндайды. Әңгімеден кейін екеуінің арасында өзара құрмет пайда болады. Тіпті олар билбордтағы Mountain'ның суретіне бөтелке лақтырып, корей тілінде ашуын шығарады. Паул байқаудан бас тартпайтынын айтып, Стеллар атынан емес, жеке аспаз ретінде қатысуға шешім қабылдайды. Ережелерді қарап шығып, Скайды жартылай финалда серіктес болуға шақырады. Осы кезде Стеллар менеджері Seven мейрамханасына келіп, Uncle Seven'ді Ли группқа мейрамхананы сатуға үгіттейді. Дәл сол сәтте Паул мен Скай келіп, бірлесіп жұмыс істейтінін жариялайды. Паул жеңімпаз ретінде финалға қатысуға құқығы бар екенін еске салады. Келесі апталарда Скай мен Паул бірге жаттығып, бір-бірінің стилін үйреніп, дәстүрлі асхананы заманауи тәсілмен үйлестіру жолын табады. Жартылай финал Макаодағы Studio City казинода өтеді. Жеңімпаз мықты аспаз атанған Mountain Комен кездеседі. Скай мен Паул әлемнің түкпір-түкпірінен келген 4 мықты аспазға қарсы шығады. Ли групп Майоны да жарысқа қосады. Ол өзін дәлелдеу үшін мұқият дайындалып, мұздатылған көбікпен устрица тағамын ұсынады. Алғашында мақталғанымен, қазылар оны орташа деп бағалайды. Ал Скай мен Паул заманауи үлгіде ұсынылған мапо тофу дайындайды. Скай дәм үйлесімін анықтаса, Паул техника мен көркемдік жағын жетілдіреді. Нәтижесінде дәстүр мен жаңашылдық үйлескен ерекше тағам дүниеге келеді. Қазылар қатты әсерленіп, оларды финалға өткізеді. Жиналғандар қуанып жатқанда, Паул басын төмен салған Майоға қарайды.
ол өз сатқындығына өкініп тұрғандай. Финалда Маунтейнға қарсы тек бір аспаз шыға алады. Паул дәм сезу қабілетінің әлсіздігін ескеріп, бұл жекпе-жек Скай үшін жеке маңызы зор екенін түсініп, финалға Скай шығуын ұсынады. Келесі күні Скай әкесімен бетпе-бет тұрады. Бір сағат ішінде қалаған тағамын дайындау керек. Екеуі жарыс басталғанша бір ауыз сөз алмаспайды. Маунтейн бірден іске кіріседі, ал Скай ойға шомып кетеді. Әкесінің тастап кеткені, көршілерінің қадірі бәрі есіне түсіп, зейіні бұзылады. Сонда Маунтейн оның бетіне су шашып, есін жиғызады. Скай бірден қамырилей бастайды. Уақыт соңында Маунтейн лаваны елестететін қант композициясын гүлмен безендіріп ұсынады. Ал Скай қарапайым, бірақ жүрекке жаққан тағам әзірлейді. Әкесі бір кездері жасап берген кеспе. Қазылар Маунтейннің туындысына тәнті болады. Алайда Скай тағамын қазыларға бермей, кеспені әкесіне ұсынады. Маунтейн оны жеп, өткенді еске алып толқиды. Сол сәтте ол ұлының аспаздық шеберлігін мойындауға мәжбүр болады. Жеңімпаз ресми түрде жарияланбайды, себебі қазылар Скайдың тағамын татпаған. Соңғы көріністе Севен мейрамханасының алдында Қытай жаңа жылын қарсы алып жатқан халықты көреміз. Скай мен Паул бірге ас әзірлеп, бір отбасыдай жұмыс істейді. Фильм осымен аяқталады. Осындай видеолар ұнаса, арнаға жазылып, хабарламаларды қосып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Көргендеріңізге көптен көп рахмет.